Қош келдіңіз, Жолдас Нұрланұлы. Құтты болсын, жақында тағайындалған лауазымыңыз. Шыны керек, бізде Ақтөбеде әкімнің командасы әлсіздеу деген бір түсінік бар да, сондай әңгіме тарайды. Өз арамызда сіз келіп бір бос орын толғандай болды. Сол сізге көп үміт артамыз. Ақтөбелік азамат ретінде, осы жердің тұрғыны ретінде. Енді сіз қазір қай салаға жауаптысыз? Келгелі бір айдай болған жоқ қой? Бір ай болған жоқ қой? Қандай бір шаралар қолға алып жатсыз? Қандай қадамдар жасап жатсыз? Сол туралы тарқатып өтсеңіз. Біріншіден қайырлы кеш. Рахмет, Асеке, мына шақыртуға алғанымға өте қуаныштымын. Мен жалпы әлеуметтік желіні жиі бақылап отырам. Подкаст деген түсірілімді мен әртүрлі қарап отырам. Но бірақ ең бірінші мен өзім сұхбат беру сәті тұңғыш подкаст мен қатысып отырған ол сіздің алдыңызда. Міне ол үшін рахметімді айтамын. Елге оралып жатырмыз. Ең бірінші жалпы менің ойымда ол мен өзіме үлгі адам қашанда әкем. Әкем үнемі айтып отырады, жігітке жолдас болатын мал мүлік емес, абырой деп. Сосын екінші сенім. Енді әрине облыс әкімінің орынбасары үлкен бір лауазым болып көрінуі мүмкін, бірақ мен үшін бұл жауапкершілік және маған артылған үлкен сенім. Ел жұрттың сенімі, басшылықтың сенімі. Мен елге келіп бір айға жақын уақыт болды. Қызметті бастадық. Жалпы менің жауап беретін салам бұл әлеуметтік сала. Бұл ең бірінші алдымызда тұрған міндет жергілікті осы өзіміздің тұрғындардың әлеуметтік әл-ауқатын қамтамасыз ету. Халықтың пікірінің екіге жарылып, үшке жарылып, кей мәселені талқылап жатқанда да бір ынтымақ, бірлік пен шешім қабылдауына ықпал ету. Негізгі мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру. Сонымен қатар енді өзім өмір бақи әлеуметтік салада жұмыс жасаған азаматпын. Облыстың білім, спорт, мәдениет, ішкі саясатына, сонымен қатар дін саласына, жастар саясатына жетекшілік етем. Идеологияда сіздің? Әрине, жалпы көп мәселе енді қазір идеологиялық сала деп жатамыз. Біз негізі идеология дегеннен көрі құндылықтар деген дұрыс ойлаймын. Бұл себебі жалпы біздің халқымыздың құндылықтары қалыптасқан. Қазір мемлекеттік құндылықтарды қалыптастыру үстіндеміз. Мемлекет басшысы қазіргі таңда 3 құрылтай өткізді. Сол құрылтайда негізгі біздің халқымыздың алдындағы қандай міндеттер мемлекеттің алдында жүктелетін. Жалпы бізге ортақ құндылықтар қандай болу керек деген мәселелерді көтерді. Соның ішінде мысалы атап айтсақ, ең бірінші басты құндылық ол тәуелсіздік. Қазір мына геосаясатта болып жатқан жағдайды жақсы білесіздер. Әлемде бір үйде өрт алғанның өзінде бір шаңырақты күйзелтіп жібереді, тоздырып жібереді. Ал күн сайын бомбалардың жарылып жатқан бала да, ана да көріп отыр. Бізбен тағдырлас елдер мысалға күні кеше бір отанда болғанбыз. Басты мақсат тәуелсіздікті сақтап қалу, тәуелсіздігіңізге зиян келтірмейтін әрекеттерге жол бермеу. Міне осы, сонымен тәуелсіздік сақтап қалу үшін одан кейін отаншылдық керек, патриотизм деп жатамыз. Міне жас ұрпақты біз сол отанды сүюге, отанды қорғауға, отанды құрметтеуге тәрбиелеуіміз керек. Сонымен қатар осы құндылықтарға мемлекет басшысы біздің алдымызға заң мен тәртіпті айтып берді. Қай нәрседе заң болу керек, тәртіп болу керек. Заңды айналып өтетін жолды үнемі іздеп жүретіндер бар, мысалы, көп азамат. Сол бәрін доғару керек. Заңның бар екен, заңға сәйкес па, ол орындалады, тәртіп болу керек деген мәселелер, яғни осы негізгі құндылықтарды, халықтың еңбекқорлығын, мысалы, кәсібилігіміз, жаңашылдыққа құмар болу деген мәселелерді біздің құндылықтарға айналуымыз керек деп ойлаймын. Жалпы мемлекет басшысы осы құрылтайда халыққа осы мәселе құндылықтарды насихаттай отырғанда мен ойлаймын, жалпы біздің ұлы Абайды сөздерін, Абайдың насихатын еске алған шығар деп ойлаймын. Біз көбінесе тілімізбен айтқанмен соны орындай бермейміз. Абайдың 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол дейді. Осы 5 нәрсенің бесіктегі балады білмегенмен, мектептегі баланың бәрі жатқа біледі, оны бірақ орындай бермейміз. Сол 5
кеселді айтып жатады. Қазір мысалы мемлекет басшысы бұл жаңа кеселдер заманмен келген, мысалға лудомания, құмарбаздық қаншама адамның тағдырын бұзып кетіп жатыр. Сол сияқты наркомания. Күні кеше ғана өзінің жолдауында айтып кетті, мысалы қаншама тағдырларды алып кетіп жатыр, жол апаттары мысалы. Бұның ішінде біз бір жақты іздеп жатамыз, жолдың сапасынан көріп жатамыз, жолдың тарлығынан немесе кеңдігінен көріп жатамыз. Ал шын мәнінде мен ойлаймын, бұл жолда жүру мәдениетін сақтамауымыз. Көліктің дізгініне ие болуды, жүргізуді білгенмен бір-біріне құрмет, сондағы белгілі бір шектеулерді сақтамаудың салдарынан болып жатқан сияқты көремін мен осындай мәселелерді. Бұл енді ресми биліктің, президенттің бір позициясы ғой. Мемлекет басқарушыларға, жергілікті әкімдерге, әкімдік өкілдеріне бір қойып беріп отырған міндеті, иә. Бірақ енді халық оны қалай қабылдайды? Сіз Ақтөбеде жүргенде, Темір ауданда әкім болған кезіңізде, білім басқармасында болған кезіңізде халықпен жұмыс істедіңіз, иә. Қазір идеология деп отырсыз, құндылық деп. Енді басқа әкімнің орынбасарлары, оларда бір өлшенеді. Цифрмен, жаңағы бір параметрлары бар. Сізде ұсталмайды, көзге көрінбейтін, бірақ бір ауыр сала, иә, идеология. Сіз енді халықпен тікелей жұмыс істейтін адамсыз. Сіз қазір қалай қабылдап жатыр? Қандай қарсылықтар бар халық тарапынан? Қазір топтар көп қой бізде, деструктивті ағымдары бар, педагогтар қауымдастығы өз алдына бір үлкен топ, оқушылар кеше небір жағдайлар болып жатыр. Соның барлығымен теке тірескен кезде қандай бір күйде боласыз? Әрине, халықпен жұмыс жасау үлкен мен үшін тәжірибе берді. Мен шындық 20 жасымнан бастап мемлекеттік қызметтемін. Міне осы жылдар аралығында талай қателікте жібердік, олқылықтарым да болды. Сонымен қатар маған үлкен баға жетпес, ешкім тартып алып кете алмайтындай тәжірибесі болды деп санаймын. Бұл негізі қазіргі менің лауазымымдағы басты критерий, менің жұмысымды бағалау. Бұл халықтың арасында ынтымақ болса, бірлік болса, егер жан жаққа тартып, бір мысалшы айтқандай аққу шаян һәм шортан болып жатпаса, халық ортақ мақсаттарға біріктіре алсақ, және соған лайықты халықтың көңілінен шығатындай ұсыныстар беріп жатсақ, ол орындалып жатса, міне бұл менің жұмысым нәтижесі деп ойлаймын. Өкінішке орай шындығы керек, сындар болады ғой, енді халық айтады, халықтың бәрінің көңілінен шығу мүмкін емес деп. Мысалға, ол да рас. Елдің қателесіп бесем, осы Конфуцийді мен ертеректе оқығанмын. Бір патша келіп Конфуцийден сұраған көрінеді. Мен қайтсем, халықтың бәріне жағам деп. Сол кезде мен әділ патша болам ба сол кезде деп. Жоқ, онда ең нашар патша боласың депті. Халықтың ішіндегі жақсы пиғылды адамдарға соның ұсынысын орындасаң, ал теріс пиғылды адамдар да болады. Халықтың бәрі бірдей емес. Сен екі жаққа тең қарай алатындай болсаң, сол кезде әділ патша боласың деген екен. Сол сияқты ұсыныстың, халықтың қалауының орынды, орынсыз екендігін анықтап, оң баға беріп отыру керек деп санаймын. Мысалға, несін жасырамыз? Мен даусым қаттырақ шықса, мен ұрандатсам, мен талап етсем, әкімдіктің алдына барып тұрсам, менің шаруам шешіледі деп ойлайтындар бар. Рас, солай шаруасын шешкендер де өте көп. Бірақ мен жаңа жоғарыда айтып кеткендей, біз құқықтық мемлекет құратын болсақ, әділетті Қазақстан орнататын болсақ, бәрі де заң аясында болу керек. Біреудің айқаймен шешкен мәселесін үнсіз отырған адамның нәпақасын алып кетуі мүмкін. Мысалға, бір мысал келтірейік. Тұрғын үйге зар болып айқайшы келіп үйді алды кезінде, ал шын мәнінде үнсіз кезегін күтіп отырған адам кезектен қағылып қалды. Сондықтан біздің алдымызда әділ, заң, тәртіпке бағынатын қоғам орнату керекпіз. Болашақ осы. Жолдас мырза, кішкене өткен шаққа оралайық. Сіздің сұхбаттарыңызды қарап шығып едім. Сол жерде Атырауда дүниеге келген деп жазған екен. Википедияда берілген. Сосын байқағаным, сіздің өзіңіз тарих мұғалімісіз, бітірген мамандығыңыз,
тағы бір қызық жайт, інілеріңіз де тарих мұғалімі және анаңыз да тарих мұғалімі екен. Бұл жалпы андай қалай айтса болады, тарихшылардың отбасы ма, әлде қандай қаяқтан пайда болды бұндай қызығушылық жалпы мұғалімдікке, тарихқа деген, оның ішінде? Мен осы Данияр соңғы сұрағынан бастап жауап берейін. Менің ойымша, өзімнің түйген ойым, зерттеуімше, бала мамандықты анасына қарап таңдайды. Шындығында да менің отбасында ата-анамнан 3 ұлмыз, үшеуміз де мұғалімдік, үшеуміз де анамыздың мамандығын таңдаған екенбіз. Бұл әрі анамыз үшеумізге де мектепте тарих пәнінен сабақ берді. Енді мен сол сәйкестікті өзімнің отбасымда іздеймін. Менің де 3 балам бар. Жолдасым шет тілі пәнінің мұғалімі. Менің 2 үлкен балам сол мұғалімдік шет тілі пәнінің мұғалімін тәмамдады қазір. Кіші қызым да анасының жолын қуғысы келеді. Бұл менің ойымша жалпы отбасындағы әйелдің рөлінің басымдырақ екендігін, балаға тәрбиеге ықпалының мол екендігін, ана қандай болады, бала да солай болады деген секілді болады. Шындық керек, менің әкем де ауыл шаруашылығында ұзақ жылдар қызметті, даланың адамы болды, дүздің адамы. Әкемізді тіпті көрмейтін күндер болатын еді. Науқандардың кезінде таң алдында кетеді, түнде біз жатқасын келеді. Бізбен көбінесе анамыз болды. Сол ананың жолын таңдаудан да шығар. Менің туған жерімде анама қатысты, бірінші сауалыңыз. Менің жалпы 3 жұртымның бір жұрты ол Атырау, ол нағашы жұртым. Мен жалпы осы Ақтөбе облысының Темір ауданының Тасқопа деген жерінде туып өстім. Ауылдық жер, ата-анам әлі соларда тұрады. Енді шағын жер, аурухана жоқ. Анам мен дүниеге келер сәтте, енді үйленгеннен кейін ата-анам 3 жылдай сәби көре алмаған. Мен бойына біткеннен кейін Атырауда ауруханада қазіргі тілмен айтсақ сохранение жатқан 7 ай бойы. 2 айлық бала біткесін. Сол 7 айдан кейін мен Атырауда дүниеге келген. Сол кездегі дәуірдің талабы солай болар. Менің туған жеріме, куәлігіме Атырау жазылған. Дегенмен менің жалпы мектепті оқып, өзімнің өсіп, өніп, тәрбие алып, негізі жоғары білімді де осы Ақтөбеден алдым. Өзімді ақтөбелік азаматпын деп санаймын. Жолдас ағайша бір сөзіңіз айтып қалдыңыз ғой. Біреулер кезексіз үй алғысы келеді деп, бірақ басқа адамдарға жағдайы қиын болып кетеді деп ойламайды деп, оны түсінбейді деген сияқты ой айттыңыз. Ондай адамдар көп па, жолығып, жаңағы әділетсіз жолмен бір үй емес, басқа да бір игіліктерге қол жеткізгісі келетін? Бұл арада жалпы мәселенің мен 2 ұшы бар деп санаймын. Оның жалпы кез келген адам білу керек. Мысалы, еш уақытта кез келген жасаған шаруаның оң жағы теріс жағда болады. Біз қарауымыз керек, осыдан түсетін халыққа немесе жалпы адамға пайдасы, яғни осыдан оң үлесі көп па, біз сол бағытына жасаймыз. Мысалы, мына арада тұрғын үйге келіп, сол кезекті бұзуды, айналып өтуді сұрайтын адамға мүмкіндік беріп отырғанда біздің әріптестеріміз деп ойлаймын. Егер бұл жол болмаса, мүлдем, ол ұсыныс болмас еді. Мысалы, сұраныс болмаса ұсыныс жоқ дейді ғой. Мысалы, көп азаматтардың шында керек осы заңды айна биліктің тұтқасында отыруы мүмкін. Немесе бір компьютердің перне тақтасы басып, бір адамдарды ауыстыру қолынан келетін адамдар болуы мүмкін. Міне осындайлардың қырсығына екінші тараптың санаты көбейеді. Несін жасырамыз, олай болды ғой. Кезексіз үй алғандарда, кезексіз балабақшаға орналасқандарда, мысалға. Звонокпен ауруханаға барғандарда. Біз енді болашақ қоғамда оған тыйым салуымыз керек. Бұны осыған мүмкіндік туғызып отырған адамдар тиісті жазасын алатын болса, оған сұраныста болмас еді. Кешегіде мынадай әңгіме тараған, жастар бағдарламасымен үй береді. Осы облыс әкімдігінің тарапынан комиссияның құрамында мен бар екенмін. Әкімнің қаулысы ма, қол қойылған құжаты бар дейді. Мен ол жиналысқа бармадым, ешкіммен сөйлеспедім әлі. Ол ақпарат қайдан тараған білмеймін. 2 адам хабарласты. Қашекеде комиссияның құрамында бар екенсің,
бізге үй алуға жаңағы көмектес деген сияқты тіке айтты. Айтам, әлі мен білмеймін, хабарым жоқ, мен құжаттармен таныс емеспін деймін ғой, көрген жоқпын, барған жоқпын деп. Енді былтыр дәл сондай комиссия құрамында болдым. Енді бір жыл өтіп кетті ғой, айта беруге болады шығар, комиссия құрамы маған ұнаған жоқ. 4 күн 5 күн отырдық, папкалармен отырдық. Енді менен басқасы деп айта берейінші, енді ол жерде ешкіммен жақын таныстығым да жоқ, кіріп шығып жүр, телефонда тұр. Мен күмәндана бастадым, ана комиссияның өзі дұрыс емес деген ой болды менде. Ана құжаттарда дұрыс емес, бізде қалай болса солай қарадық, мойындау керек. Сосын ешбір комиссия мүшесі қол қоймайды екен. Бір птичка қойып жібереді, жаңа фамилиясын да жазбайды. Мен енді ондай түсінбеймін ғой, бірінші рет андай комиссияда ат жөнін жазам, қолымды қоям, 95 балл жақшаның ішіне әріппен жазам. Содан не керек? Апелляция келеді. Кімге? Ақтілеуов апелляция саған келіп жатыр. Апелляция Ақтілеуов саған келіп жатыр. Мен қорықпаймын дедім, апелляцияны мен бәріне жауап беремін өз балыма. Енді ана жігіттердің ешбірін есім ата алмайды. Неге деп ойланамын ғой. Сөйтсем бір жігіттерден сұрасам, жаңалықтан сұрадым, Ақаштан. Асқар ондай кезде ешкім қол қоймайды ғой дейді. Тек птичка қояды. Кім жауапкершілік алғысы келеді дейді. Енді биыл комиссияда мен әлі кірген жоқпын, әлі барған жоқпын, көрген жоқпын, бірақ қандай әңгіме тарап, қоңыраулар түсіп жатыр. Енді мен сыртта жүрген адаммын. Бірақ мен өзім жағдайым сондай. Енді ана ортада жүрген адамдар, сіздер жүрсіздер ол жерде. Қоңырау бәрі болады ғой. Туыс шығады, қазақ болғасын, ағайындық, басқасы, сонымен күресудің бір өзіңіздің рецептіңіз бар ма? Қалай сытылып кетесіз, құтылып кетесіз? Мен осы ертеректе бір постыма жазғам, менің қолымнан келмейді деп бір. Шынында керек, осындай телефон соққан кезде, енді жасыратын жоқ, баланың оқуға түсуі, тағы басқа деген мәселелермен соғады. Мен шама келгенше, егер ол адамдікі заңды болып, мысалы, кейбірде болады, мысалы, кезегі келіп тұрады адамның, но бірақ алдына тағы бір түсіп кетеді. Мен ол адамның қай деңгейде тұрған, мүмкіндігінің қандай екендігін, заңға сәйкестігін міндетті түрде қарап шығамын, өтініш берген адамның. Ал егер ол адамдікі орынсыз талап болатын болса, шындықты бетіне айтам. Бұл менің қолымнан келмейді. Осы күні 2 күн бұрын маған осы бір ауданнан таныс азамат шықты. Мектепке лаборанттық қызмет сұрап. Осыған көмектесіп жіберсеңіз деп. Сосын мен енді шындық керек, әуелі жай айтып көрдім. Аға, ол мәселе менің құзыретімдегі емес, оларда мектептің директоры бар. Солай ғой. Асып кетсе аудандық білім бөлімі бар. Одан асса облыстық білім басқармасы бар. Және мен ол мектептің директоріне шығып, ол қызметті шешіп беретін қазір қауқарым жоқ деп әуелі жай айтып көрдім, болмады. Содан кейін қаттырақ айтуға тура келді. Аға, бұндай мәселемен маған енді телефон соқпаңыз. Көңілі қалған шығар, енді қайтесің. Ал енді жаңа көрдіңіз бе, бір жақсы іс жастарға, соның ішінде жұмыс іс жасап жатқан жастарға беріліп жатқан үлкен мүмкіндік қой, төменгі пайызбен өзінің үй алуға мүмкіндігін туғызып жатыр. Осы мақсатта облыстық бюджеттен үлкен қаражат бөлініп жатыр. Енді Асеке, сіздей талапшыл, мысалы, өзіңіз айтқандай азаматтың комиссияның құрамында отыруының өзі біздің ұмтылысымызды көрсетеді ғой. Мысалы, қараңызшы, Асқар өткен жылғы комиссияда дұрыс атқармады деп, сізді комиссиядан шығарып тастап жатса қайтер едіңіз? Сондықтан сіздің қызметіңіздің әділ болғанның бір бағасы. Ал енді бір қызық әңгіме болған, ертеректе менің бір ұстазым марқұм болып кетті. Біздің факультеттің деканы болды, Закирдин Байдосов деген ағамыз. Сол кісі айтатын еді, мына оқу материалдарының дайындайтын, бақылау материалдарын дайындайтын ғалымдар, педагогтарды бір аралға апарып тастайды екен. Құлақ естімейтін, барса келмес, былай айтқанда. Сол жерде отырып тапсырмаларды дайындайды, емтихан қабылданады. Ол бір шетелде, атын айтып еді, ұмытып қалып отырмын. Ертеректе болған оқиға болса көрінеді. Емтихан қабылданып, барлық студент оқуға қабылданғаннан кейін барып, ана кісілерді аралдан шығуға рұқсат береді екен. Бұл енді орыс тілінде айтса крайний мера ғой енді. Дегенмен біз өзіміз тәрбиелеуіміз керек осыған. Мысалға, ұлттық бірыңғай тестілеу бұрын қалай болатын еді? Мен өзім білем, мысалы, жасыратын жоқ, ол жарыс еді. Мен сол жарыстың қызып тұрған кезінде аудандық білім бөлімін басқардым. Егер сен
ауданда әр балаға көмектесіп, әр баланың жағдайын жасамасақ, сондай жағдай жасап отырған көрші аудан сенен оқ бойы озып кетеді. Сен ең жұмыс жасамайтын, сенің аудандағы мұғалімдерің ең сапасыз, оқушыларың білімсіз болып тұрады. Амал жоқ. Сол бәйгенің ішінде біз де жүрдік. Аудандардың жарысы болды. Ал қазір мүлдем ол талап алынып тастап еді. Мектеп пен мектепті жарыстыру, аудан мен ауданды, облыс пен облысты жарыстыру көрсеткіші алынып тастап еді. Қазір ұбт-да ешкім шаруасы жоқ. Бала кірді, тапсырды, тиісті балын алды, жан жағы төбесі бәрі камера, әділдік ешкімге мысалы жоқ. Бұл келе болатын шаруа деп ойлаймын. Жаңағыдай ситуациялар болып жатыр деп айтып жатсыз ғой. Хабарласып, мына жігітті мұғалімдікке алып жіберіңіздер деген. Негізі қазір мұғалімдікке алу үшін бір белгілі бір конкурстардан өтеді, негізгі талаптар бар. Бірақ енді кейбір мүмкін басшылар сондай әрекеттерге баратын шығар, жаңағыдай алып жіберу, конкурссыз өткізіп жіберу деген. Сонымен қатар қазір өзім байқағаным, мұғалімді бітіріп жатырған жастар көп, мұғалім мамандығында бітіріп жатқан жастар көп. Өкінішке орай көбісі солардың жұмыс таба алмай жүреді. Өзім таныс достарым да бар, себебі өзім сол қазақ тілі әдебиеті мамандығын бітірдім де жұмысқа сұраймыз дейді. Бір талаптары бар дейді, өзінің жаңағыдай конкурссыз, яғни басқаша талаптары бар дейді. Сондай жастарға не істеу қажет сонда, мысалы жұмысқа орналасу үшін? Өзіңіз білім басқармасында жұмыс жасадыңыз, оны білетін шығарсыз. Былай Өте орынды сұрақ. Данияр, мысалға ең бірінші өте орынды айттыңыз. Жастар мұғалімдік мамандыққа қызығып жатыр. Мысалға оған шекті балдың көрсеткіші жоғары болғанмен, мұғалімдік мамандыққа қуана қызыға баратын адамдардың саны артты да, жастардың. Неге? Себебі мұғалімнің статусы көтерілді қоғамда. Мұғалімге берілетін әлеуметтік жәрдемдер, мысалға тіпті бәрін қойғанның өзінде жалақысының өзі қазіргі таңда көп жағдайда көп қызметтерден жоғарылау. Егер оның тиісті санаты, мұғалімнің стажы болатын болса, қазір өте жоғары жалақы алады мұғалімдер. Бұл яғни болашағын ойлағаннан. Жақсы, мұғалімдік таңдадық дейік. Екінші, бала мұғалімдіктің ішіндегі қай пәннің мұғалімі болам дегенді таңдау керек. Және сол пәнге қандай сұраныс қандай деу керек. Мысалы өңірде. Жақсы, бала қазақ тілі пәнінің, мысалы Данияр, сен өте жақсы білесің, сүйесің ол пәнді. Бірақ шын мәнінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен біз өз мемлекетімізде мемлекеттік тіліміз, ана тіліміз ғой, оған баратын да адам көп. Әуелде мысалы қазақ тілі әдебиетінің пәнінің де мысалы 4-5 группаға дейін оқитын еді балалар біздің Жұбанов университетінде. Сол сияқты қазіргі таңда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғаліміне орынның болмауы да солай заңдылық. Сол сияқты қазір ағылшын тілі пәнінен жұмыс табу өте қиын бізде. Дене шынықтыру пәнінің мұғаліміне қазір жұмыс табу өте қиын. Ал керісінше белгілі бір пәндер бар, мысалы математика пәнінің мұғалімі. Қазір ол бала бітіріп келсе, кез келген жерден жұмыс таба алатын мүмкіндігі бар. Сосын өкінішке қарай, міне осыны таңдай алмайды. Сосын біздің арамызда жұмыссыз жүрген жастардың да көбеюі мүмкін. Ал жаңағыдай сіз айтып отырғандай тұспалдап қосымша бір талапты қойып отырған адамдар болатын болса, ешқандай қысылудың керегі жоқ, құзырлы орынға хабарлау керек бірінші кезекте. Білім басқармасына басқа да демей-ақ, сонымен айналысатын тиісті орган бар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізетін. Ол қазір кез келген жерде байланыс нөмірі тұр, хабарлау керек. Егер біз оны жасырып қалатын болсақ, біз айтып отқан әділетті Қазақстан болмайды. Сосын жаңа ұбт туралы айтып қалдыңыз ғой. ұбт туралы пікіріңізді білгім келіп еді. Біз тапсырғанда ұбт-да тек бір ғана мүмкіндік болатын, 140 балдың 140-ын жинаған жағдайда. Ал қазір байқаймын, 2 рет тапсыру, 3 рет тапсыру, ақылы тапсыру сияқты мүмкіндіктерді қосқан. Жалпы өзімнің ойым, ұбт-ны екінші рет тапсыру мүмкіндігі ол
өте жақсы деп ойлаймын. Себебі оқушыға қайтадан бір мүмкіндік беру. Осыған дейінгі ситуацияларда көбінесе жағдай бір тапсырып өте алмай қалады да, көбісі күйзеліске түсіп кетеді, суицидта сол кездер көп болған сияқты. Ал қазір мына 2-3 мүмкіндіктен тапсыру менің ойымша өте жақсы сияқты. Сол туралы өзіңіздің пікіріңіз қалай Данияр, сен ойлайсыз? мына мәселені зерттегенің көрініп тұр. Жалпы 3 емес, қазіргі таңда мен қателеспесем, баланың ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруға 6 мүмкіндігі бар. Да? Яғни 2 рет ақылы тапсырады, және ақылы тапсырғаннан кейін ол сол жинаған ұпайымен ақылы оқуға түсуге мүмкіндігі бар. Сосын 2 ақысыз тапсыратын мүмкіндігі бар. Егер одан да тиісті балды жинай алмай қалса, студент университетпен келісім шартқа отырып, 1 жылға студент болып қабылдану мүмкіндігі бар. Яғни тапсырады, қыста тағы бір тест тапсырады, ақылы. Егер ол сол арадан тиісті балын жинап дайындалып алған болса, сол студенттің ары қарай оқуын жалғастырып кетуге мүмкіндігі бар. Оны да келістіре алмаса, келесі жылы жазда тағы тапсырады. Яғни оны тапсырса, сол бірінші курсын жылын жоғалтпайды бала. Яғни студент атану мүмкіндігіне ие болады. Бұл біздің жастарға беріліп жатқан үлкен мүмкіндік. Енді ұзақ зерттелген жағдай ғой. Сондықтан қазір ұлттық бірыңғай тестілеуді содан күйзеліске түскен кездер болды енді. Бірақ мүмкіндік. Балалардың жылап, одан да енді айтады, бір қиын жағдайларға болған. Қазір мен шын айтайын, бұл сосын қанша бал алғанын әр баланың бұрын сіздердің кездеріңізде іліп қоятын едік қой. Күтетін. Бұның да балаға психология соққы болатын зерттелген болу керек. Қазір кімнің қанша бал алған баланың өзі ғана білет болды. Сіз білім басқармасының басшысы образыңыздан шығара алмай отырмыз. Білімге қатысты бір сұрақ, иә. Сосын басқа тақырыптарды қозғайық. Өткенде мені ардақты әріптесім Керубаеваны сотқа берді. Ырғыздың гимназиясының директоры, ол жайтты білет шығарсың, білет деп ойлаймын, сізге жақын тақырып қой. Енді мөлдір деген қазақша айтқанда еден жуушы кіші қызметкеріміз, намысшыл қыз, құқықтық жағынан сауатты, сотта өзін ұстауы көп адам таңғалдырды. Халықаралық ұйымдар тікелей камера қосып қойдық, қарап отыр, таңғалды. Оның ондай өжеттілігі ма, жаңа нет, бір батылдығына. Сол жағдайдан кейін, енді мен егже-тегже айтпай қойын, сол жағдайдан кейін Ырғыз гимназиясынан бір ер адам хабарласты, жекеге жазады, Инстаграм дайректіне. Мен сол мөлдірмен жұмыс істеймін дейді, бізден де ақша жинайды, балғаға, шегеге, басқасына. Біз соны мөлдірдің сотынан кейін түсініп отырмыз дейді. Бізден ақша алмау керек екен, ол бөлінеді екен оған ақша дейді. Біз еркек басымызбен, енді мен сөзбе-сөз жеткізе алмай, бірақ мағынасы еркек басымызбен мөлдірден ұялып жүрміз деген әңгіме айтты. Енді менде кімді қорғаймын, кімге сынайым, кімге соққы жасаймын ойланамыз ғой. Осы салада 10-15 жыл жүрміз. Енді мөлдірді Азаттық радиосы қызығушылық танытып, үлкен кейіпкер деген материал жазды. Образын ашып, жүйемен күресіп жатқан кіші қызметкер деп келтірді. Көлемді материал, ол Азаттық радиосында 1 ай көлемінде алғашқы 3-тікте тұрды. Американың қазақтары, Қытайдың қазақтары оқыды, әлем қазақтары оқыды. Енді сіздіңше білім жүйесінде сондай кішкене басшылыққа ой айтып, қате жерін түзетіп жібергісі келсе, көрсетіп жібергісі келсе, оның басшылық тарапынан қысымға ұшырау дұрыс па? Жалпы мөлдірге қатысты кейске сіздің ойыңыз қандай, пікіріңіз? Егер құпия болмаса. Жоқ, ешқандай құпиясы жоқ. Мен жоғарыда айттым ғой, әр адам өзінің құқын қорғауға міндетті, оған құқығы бар жалпы. Мысалы, ондай жағдайдан сол кіші қызметкер емес, тап сондай жағдайға сол мектептің әкімшілігі де тап болуы мүмкін. Оның да басшылығы бар себебі. Бұл арада адамның өзінің құқын білуі және тиісті деңгейде қорғай алуы ол орынды. Мысалы, қаншама адам қорғай алмай қалуы мүмкін. Үн-түнсіз шерегін алып мектептен шығып кеткен қанша адам болуы мүмкін.
көп қой ондай. иә мысалға Мұғалімдердің көбісі артық айтқысы келмейді, тыныш отырайық дейді. ондай болуы мүмкін. Сол себептен егер әділетсіздік көріп жатқан адамның құқығын қорғауға жатса, ол өте жақсы. Оны қолдау керек, тіпті қорғау керек. Мысалға біз арыз деген сөзді қорқамыз да. Иә, бір жаман мағынада. Жаман мағынада. Ал шын мәнінде арыз неге жазылу керек? Арыз деген біреуді қаралау емес. Арыз деген өзінің бұзылып жатқан құқыңды қорғау және соны жеріне жеткізу ғой. Біреуден үміт күтіп жазасың ғой, мысалы арыз жазғанда. Әрине арыздың бәрі олай бола бермейді. Домалақ арызы бар. Иә, оны кейде тисе терекке, тимесе терекке деп жағы жолдап жіберсем деп арыз жазуды кәсіпке айналдырғандар да бар. Мысалы, оның ар жағында ештеңе дәлелі жоқ, тағы басқа деген сияқты. Ал енді жалпы сіздерді сотқа беру мәселесіне келетін болса, енді тәжірибелі журналистер, мен жалпы журналистердің де өзім топтарға бөлем. Мәселен, бір мәселенің тек қана ақ жағынан көретін адамдар бар, немесе тек қана қара жағынан. Ақ жағы хабар, егемен. Жоқ, олай емес. Әлде басқа ба? Мысалға, кез келген жағдайда зерттеу барысында мәселені бір жақты бермеу керек деген ойда. Ондай жағдайға не итермелеп отыр? Мысалға, деген мәселені зерттей отырып, екі жақтың да пікірі берілетін болса, кез келген журналист осыны әдетке айналдырса, мен ойлаймын, бұл өте ұтымды қадам болар еді. Керісінше, бізде бір жақты қаралау, бір ағамыздың айтқан сөзі бар еді, газетпен шыбынды өлтіруге болады, адамды өлтіруге болады деп, мысалға қарап отырсақ. Тек бір адамды қырсауына түсіп, кетіруді кәсіп етіп жүрген азаматтардың да барын. Соның әсерінен тіпті менің кей әріптестерім өмірден өтіп кеткен жағдайлар да болды, мысалы. Жүрек талмасынан, басқаға орынсыз жаладан, мысалы, күйіп кеткен. Сол себепті журналист, мысалы, мен ойымша, бір жақты пікір айтудан аулақ болу керек, мәселені терең зерттеу керек. Және сондай жағдайда мен ойлаймын, ешқандай соттың алдында да ол сотқа берілмеу де мүмкін кей адамдар. Ал берілді ма, жаңағыдай айтқан журналистке қара шықпайды. Жоқ, бұл жерде мәселе біздің соттасқанымыз емес. Анадай адамның мектепте пайда болуы, жалпы сондай адамдардың болуы, жалпы әр мектепте, әр ауылда сондай бір еден жуушы болса, кішкене тәртіп талап ететін. Тек қана еден жуушы емес, педагог та солай болса. Енді мен педагогтарға көп үміт артпаймын, олар сондай, мен ойымда бір сондай образда қалып қойған олар. Да, ол енді әр адам өзінің құқығын қорғау керек. Шынында керек, біз қазір аға буынды ғана айтып жатырмыз. Сол педагогтың, сол еденді жуып жүрген адамның кім үшін жұмыс жасап жатыр? Ол бала үшін. Біздің балаларымыз да өзінің құқығын білу керек. Менің соңғы 2 жыл бала құқықтарын қорғау комитетінде жұмыс жасағанымызды білесіз ғой. Біз әр балаға құқықтық қорғалуын түсіндірудеміз қазір. Білу керек өзінің. Бала құқықтары туралы конвенция деген не екенін білу керек. Балаларға арналған нұсқасы бар, ол оқып, мен қандай құқым бар. Көп, өкінішке орай бізде көп ата-ана қарсы болды. Мысалға, балам мені сотқа береді екен, ертең баламды мен шапалақпен тартып жіберсем, мені түрмеге қамап тастайды екен, балам тартып алып кетеді деген. Бұл меніңше бір орынсыз қорқыныш. Балаға тәк болу керек, әрине. Баланы, бірақ баланы ұрып, соғып, қорлап тәрбиелеу деген сөз емес қой. Егер қорлық көріп өскен бала, таяқ жеп өскен бала орынсыз. Ол өмірде мен ойлаймын, өзіңде жолы бола бермейді. Жасқаншақ болады бала, үнемі қорқынышты өседі. Ондай азаматтар біздің арамызда да жүр, мысалы. Ал керісінше тоқтауды біліп, жоқ дегенді біліп, жақсы тәрбиемен өскен балалар болатын болса, ол сол құқығын біледі деп ойлаймын. Ана бала құқықтары туралы конвенция бар. Біріккен ұлттар ұйымының жанында біз енді сол конвенцияны қабылдаған елміз. Менің осы соңғы қызметімде біз бала құқықтарын қорғау туралы конвенцияның хабарлар рәсімі деген протоколын қабылдадық. Мемлекет басшысы қол қойды. Ол хабарлар деген қалай? Мысалға, Қазақстанда барлық сот инстанцияларынан өтіп, тіпті мына аудандық соттан
жоғарғы сотқа дейін қаралып, егер бала ол соттың шешімдеріне немесе ата ана оның заңды тұлғасы келіспесе, біріккен ұлттар ұйымына шағым түсіруіне құқығы бар. Міне біз осындай халықаралық деңгейдегі заңды бірақ оған жететіндер бар ма біз Қазақстанда? енді бірдекілі болмаса, оған дейін жоғарғы соттың шешімінен кейін бір 5 жыл ма уақыт өту керек екен, ол бала кәмелетке толып кетеді. жоқ олай емес. Процедуралары ұзақтау қиын еді. Асеке, бұл ешқандай, мен ол мәселені зерттеген, мен өзім сол заңды қабылдаудың басы қасында болдым. Парламент депутаттарының талқылауында тікелей өзім жүрдім. Сол арада бұған дейін бере алмау себебі конвенцияның осы хабарлар рәсімін ратификациялаған ел ғана, сол елдің адамдары ғана шағым түсіре алатын еді. Неге бұрын мысалы бермедік, бұрын қаншадан берді деген сұраққа біз оған жауап бере алмаймыз. Себебі конвенция біз тек өткен жылы ғана ратификациялады. Содан кейін қазір оның сайты жұмыс жасап тұр, біріккен ұлттар ұйымының. Қазақстан ратификациялады, кез келген уақытта тиісті құжаттарын толтырып шағымды жібере алады. Бірақ шағым Қазақстандағы барлық сот инстанцияларын тауысқан болу керек. Яғни егер жоғары сотта қаралмаған болса, тек аудандық соттың шешімімен алып ояққа жібере алмайды. Талап солай. Халықаралық соттарда да солай ғой тәртіп. Бірақ оған енді жетуге мықты бір принцип керек та, соңына дейін жетем деген. Бізде өкінішке қарай көп адам мәселе айтады. Енді кірісіп кеткен кезде тоқтап қалады. Кері шегініс жасайды. Қоя салыш, құрсын, қазақпыз ғой дейді, сонымен тоқтап тастайды. Олмен адам алысқа бара алмайды. Көмек сұраған адамға соңына дейін барасың ба, кірсек, болмаса мен мазамды алма, өзіңде шаршама деген сияқты әңгіме айтамыз. Ондай жағдай болады. Енді Жолдас ағай, сіз Темір ауданы басқардыңыз, дін істері басқармасында болдыңыз. Біз танысқан кезде дін істері басқармасында болдыңыз. Біздің Ақтөбе, енді өзіңіз де білесіз, ол жағынан тыныш өңір емес. Сол сіз алғашқы танысқан кезден кеше Астанаға барып келдіңіз. Осы аралықта қандай тенденция болып жатыр? Енді әрине бір ол жерде де мемлекеттік құпиялары бар. Айтуға болатын шегінде бір айтып берсеңіз, жалпы не істеуіміз керек, неден енді арнайы қызметтер айналысып жатқан шығар, дегенмен халыққа айтуға болатын дүниелер болса айтып берсеңіз. Жалпы сәл әріден бастайық. Менің нағашы атам сол қылышынан қан тамып тұрған кеңестік дәуірде 5 уақыт намазын қаза қылмаған адам. Мен есімді білгелі, ол кісі колхозда жұмыс жасайды, бірақ жұма күні мүлдем жұмысқа шықпайтын еді. Жұма күні мешітке барады. Керісінше жексенбі күні шығып аут оқиды, жағада отырып, жайықтың жағасында. Өте сондай балажан кісі еді. Біз енді оның намазының қадірін көп біле бермейміз. Не болып жатқан, не оқып жатқан, атамыздың не істеп жатқан. Бала кезімнен бастап сол кісі сәждеге басын қойса, тұрса, соның мойнына асылып, ойнап өскен баламын. Бірақ бері келе келгенде енді сәл тіліміз шығып, есіміз кіріп жатқан кезден бастап атамыз кәлимаға тіліміз келтірді. Жалпы дін туралы уағыз насихат жасаған жоқ, бірақ мен о дүниелік болып кетсем, басыма келіп осыны оқы деген сияқты әңгіме айтты. Менге өкінішке орай, мен 10 жасымда ол кісі өмірден өтіп кетті. Содан кейін мен діннің ауылынан мүлдем алыспын. Сол Темір ауданында аудан әкімінің орынбасары болып жүрген сәтімде мемлекеттік қызметшілердің аттестациясы өтті. Сол аттестацияның қорытындысымен мен жоғарылатуға, қыз лауазымын жоғарылатуға маған сондай бір шешім шығарды, аттестациялық комиссия. Соның аттестацияның қорытындысын алғаннан кейін 2 күннен кейін мені облыс әкімі шақырды. Мен жалпы өмірде жақсы адамдардың қасына, солармен жолығуға мен бір өзімді сондай жолым болған адам деп санаймын. Өмірде менің ең алғашқы сәттен бастап бір бағыт сілтей алатын дұрыс адам, ақылшыларым болды да, үлкен аға буыннан. Сондай марқұм аға буынның өкілі, жалпы Қазақстанға танымал, біздің мемлекеттік қайраткер ғой, тұлға Бердібек Машбекұлы. Облыс әкімі шақырып жатыр деді, таңғы 8-ге. Таңғы 8-де келдім. Мен бір жарты сағаттай күткеннен кейін Бердібек Машбекұлы қабылдады, әңгімелестік. Содан кейін менен сұрақ қойды. Енді мен сені
дін істері басқармасына басшы қылуға ыңғайлап отырмын деп. Сосын ат тонымды ала қаштым мен. Бердібек Машбекұлы, мен мұсылман екенімді білем, бірақ барлық парызын орындап жүрген адам емеспін. Біздің мемлекет басшысы айтпақшы, мен дін жолынан қашық жүрген адаммын, қолымнан келмейді ғой деп. Сол кезде Бердібек Машбекұлы айтқан, маған Ақтөбе облысында 10-нан астам конфессияның өкілі тұрады. Мен тек қана бір діннің адамын қойсам қалай болады? Дін істері басқармасы барлық конфессияның бірлігін сақтау керек. Маған сондай зайырлы адам керек деп көндіріп қызметке тағайындады. Сол кезде барып мен жалпы дін деген үлкен бір қазанның да қайнадым десе болады. Шындығында да бүкіл конфессияның өкілдерімен таныстым. Олардың жоралғыларын шындығы керек. Менде алғашқы сәттерде біреумен дін туралы әңгімелесу үшін өз білімің болу керек қой. Ал біреуден тыңдап алған білім ол дұрыс емес. Сондықтан мен өзге білімді оқып алуға тырысатын адам. Ұйықтамай, көзімді ілмей, түнімен діни әдебиеттерді тауысып, таңертең жұмысқа шығып, ертесі сондай бір күндер өтті. Білімді толықтырдым, қарадық. Соның ішіндегі ең үлкені енді әрине біздегі ислам діні. Себебі біздің облыстың 85% өзіміздің қазақ ұлтының өкілдері. Ислам діні үлкен орын алады. Соның ішінде бірнеше бағыттарға, тармақтарға бөлінетін мені қатты қынжылтатын еді сол кезде. Енді соның зардабында тарттық, білесіз. Темір ауданындағы Шуаши оқиғасы, 2016 Ақтөбе қаласындағы болған оқиғалар. Дан кейін мен қызметке келдім, бұның себебін зерттеуге тырыстым. Шындығы керек, бұның барлығы бір ауыз сөзбен айтсақ, асыра сілтеушілік, тойғанша, яғни соны дінді қабылдау. Мысалға, не деуге болады? Тамақта әсіре артық жеуге болмайды ғой, мысалы. Дінде сол сияқты. Көзің тұманданып, өзің түсінбейтін, өзің оқымаған нәрсенің адасып соңына еру, осында көп бауырларымызды қате бастырды деп ойлаймын. Менің осы Ақтөбе қаласында бір көршім болды. 5-6 баланың әкесі, шындық керек, 2 жұбайы бар. Кәсібі 2 әйелді қуалап сабау, мысалы, қуып жүретін еді, мысалы, әр жерден балалар тоз-тоз болып жүрді. Оның несі ислам дейсіз ғой? Да, мысалы, қарап отырсақ, сол азаматтарды көрген кезде таң қаласың. Лайықты бір ұстазды таба алмай, діннің біздің дәстүрімізге, біздің жалпы қазақ психологиясына қарсы бөлімін насихаттап жүр ғой. Бұған да мен халықты, жамағатты кінәлаудан аулақпын. Біз шындығы керек 70 жыл темір құрсаудың ішінде болдық. Шекара ашылып, бостандық ашылып берілген кезде, дін кіре бастаған кезде бізге сауатты адамдар керек болды. Кімнің қолы қай жерге жетті, кімнің аяғы жетті, сол жерден барып білім алды. Мысалға, біреу Египеттен, біреу Аравиядан, біреу көрші өзбек елінен де білім алған. Мысалы, ВКонтактеден білім алды. Түркиядан білім алды. Негізгі дінді таратушылар жан жақтан алып келді. Сондай осы елде бір 50 азамат шетелден білім алып келсе, 50-нің көзқарасы 50 түрлі болып кетті. Біздегі жамағаттында әртүрлі бағытқа бөліну осының салдарынан. Деп ойлаймын. Әрине, Енді бір арнайы программа, қазір жұмыстар бар ма? Әрине. Бұл бағытта енді біздің Ақтөбенің қалыптасқан тәжірибесі бар. Жалпы теологиялық бағытта. Мысалы, адасып жүрген адамға орманның ішін көз алдыңызға елестетіңіз. Бағыт сыртер, оны адам керек қой, шамын жағып отыру керек, бағытын дұрыс көрсететін. Сондай білікті теологтар бізде бар. Қазір енді ол кезеңдегідей емес, біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жергілікті өкілдерінің де білімі толықты. Алыстан білім іздеудің қажеті жоқ.
өзімізде медресеміз ашылды. Нұр Мүбарак университеті жұмыс жасап тұр, баяғыдай барып анаяқтан білім алып келетінбіз. Оларда білікті мамандар қалыптасты. Менің ойым, әсте-әсте дейді енді бұл дін тілінде, бірте-бірте бұл жағдай қалыпқа келеді. Біз жұмысты тынбай істеуіміз керек. Бізде Амангелді Айталы ағамыз бар ғой, бір сөзінде айтып қалған, Темір аудандағы жас жігіттер қыршын кеткен, біздің өзіміздің адамдар дейді. Біз өзіміздің арамыздағы жігіттерді өз бауырларымыздан айырылып қалдық деген бір ой айтты. Және сол кезде Бердібек Машбекұлының кезінде ғой, ол билікке жақпай қалды, ол кісі Амангелді Айталы жақпай қалды сондай сөздері үшін. Негізі ол шынымен рас айтты деп ойлаймын, өйткені ол сол жердің адамдарын біз өзіміздің жігіттерге өзіміз дұрыс жол көрсетпедік дей ма, білімін бермедік, қадағаламадық, соның кесірінен айырылып қалдық, әрине оқ аттық деген сияқты ой айтты да. Ол кезде идеология әлі шашыраңқы, бір нақты, жалпы Ақтөбеде емес, жалпы елде, ел көлемінде түсініксіз жағдай болып қалды. Енді соның орнын жинау үшін бір манағы сұрақтарға қайтып келіп жатырмын. Иә, мына өзі сыналап кірген нәрсе, жаңа не дейді, қазақтың сөзі бар, сыналап шығады дейді. Ол өте жай шығады деген нәрсе ғой енді. Жалпы діни саланыға біз үлкен дертті кіргізіп алдық, оны мойындау керек. Жаңа айтқан. Ол дерттен тез арыла қою оңай емес. Бүгін ертең дегенде сөз емес. Рас, біз неге ол азаматтар өзіміздің ұлтымыздың өкілі, қазақ баласы, өзіміздің қаракөз, бір жерде, бір отанда тудық, бір мектепте оқыдық кейбір азаматтармен, мысалы жолдастарымыздың арасында. Біз неге безуіміз керек олардан? Егер олар бізден безсе, біз олардан безетін болсақ, қайтсек, жаңа ортақ ынтымақ бола ма, бірлік бола ма? Біз не болғанда да оларды бір-бірімізге ұмтылуымыз керек, бір-бірімізді қолдау керекпіз, бір-бірімізді дұрыс жолға бағыттауымыз керек. Егер қашып жүретін болсақ бір-бірімізден, ол дұрыс болмайды. Енді мына жерде мындай жайт бар, билік өкілдері, деструктивті ағым өкілдері бір-бірімен араласпайды, іс жүзінде солай болып тұрды. Бірақ сіз сол жерде бір заңды талаптарды бұзып, солардың арасына барып үйіне кіріп жүрдіңіз, үйіне бардыңыз, сөйлестіңіз, қателеспесем барып шай да іштіңіз. Енді бір ол байланыс орнатудың жолы ма сонда? Және ол қаншалықты сәтті болды сіз үшін? Мен жаңа жоғарыда айттым ғой, Асеке, мен өзім түсінгім келді. Мен қай нәрсені де көзімен көріп, қолымен ұстап, жалпы адаммен араласпай сыртынан томп ішуге болмайды ғой. Мысалы, ол қандай адам? Мен мысалы бір азаматты адасушы дейді, мысалы. Ол сыртынан қойылған әңгіме, мысалы, ол адасып жүр ма, ол кім біледі. Сондықтан мен олармен араласу керек деп ойлаймын. Мысалы, жаңа азаматтармен, көп азаматпен араластым, үйіне бардым, шай да іштім, әңгімелестім. Сізде проблема болған жоқ па сол үшін? Ол жөнінде ешқандай проблема болған жоқ. Керісінше мен ол азаматтармен еркін сөйлесем, олар маған мұңын айта алатын болды, сырын айта алатын болды. Мысалы, жасыратын жоқ. Әйел жамағатының өкілдері де, мысалға, күні кеше осы Ақтөбеде бір азаматша, көптен таныс, дін жолындағы азаматша, сол келіп маған рахметін айтып кетті. Мысалы, кезіндегі баласының оқуына бір дұрыс бағыт берген екенмін. Қазір университет бітіріп келіп жатыр екен, мысалы. Ол керемет нәрсе емес пе? Біз кез келген адаммен, тек қана дін жолындағы адам емес, түсінісуге тырысуымыз керек, адаммен сөйлесуіміз керек. Мысалға, мысалы, мен өзім биліктің азаматымын, мемлекеттік қызметкермін. Көп азаматтарға билікке қарсы азамат деп, оппозиционер деген ат қояды. Ол неге ол жолда жүр? Ал оны араласпасаң, онымен түсініспесең бола ма? Мысалы, менің қызметім қай адаммен, қоғаммен, кез келген өкілімен дұрыс қарым-қатынас орнату, түсіністік орнату. Мысалы, кейде жұрт қаралап жүрген адамның керемет адам екенін білесің да, сондай бір жан екен, айтарының мол екендігін байқап атасың.
шын мәнінде адасып жүр деген адамымыздың бұл дін жолына қатысы жоқ. Кей азаматтардың айтарының мол екенін байқап атасың. Керемет. Қазір мен бір сұрақ қояйын, дайындалып отырсың. Осы жерде журналистермен достығыңыз ол қазіргі тілмен айтқан кезде коммуникация орнату ма, әлде журналистерді алдау ма? Іші орнына кіріп, өйткені біздің журналистерде кей жағдайда әріптестерім аңқаулау болады. Біреу гүл салып қояды, маған жолдас Нұрланұлы гүл берді, біреу тағы бірдеңесін салып қояды. Енді ол этиканы орындай бермейміз ғой, бірақ этикада сыйлық алуға болмайды дейді жаңағы журналистерге. Сол жағынан сіздің тактикаңызды білейік деп едік. Сіз әлде бір болашақ карьерамда осы жас болу керек деген Асеке, ондай ой есеп болды ма? Ондай ой болған жоқ менде. Жалпы менің бала кезгі арманым журналист болу болды. Мен өзі тіл әдебиетін, тарихты өте жақсы көрдім. Жақсы оқыдым. Кейбір точно наукаларға қарағанда мен өзім гуманитармын. Сосын жазу сызу қолымнан келеді. Кеңес үкіметі құлап, біздің еліміз жаңа тәй басып келе жатыр. Қиын кез, әкем жұмыссыз қалды, анам 6-7 ай айлығын алмайды мұғалім мектепте. Біз сеніп жүрген совхоз құлап қалды. Ал журналистика факультеті сол кезеңде 90-шы жылдардың басында тек қана Алматы қаласында болды. Менің ояққа барып оқуға мүмкіндігім болған жоқ. Сосын алыстан арбалағанша жақыннан дұрбала деп қай пән, тарих пәніне мұғалім болып оқуға түстім. Бұл енді тарихқа бұл мамандық менің таңдауым емес деген сөз емес, бірақ негізгі арманым мен журналист болу еді. Естеріңізде болса, біздің кішкентай кезімізде Рабиға Аманжолова деген апамыз диктор. Сол кезде мына кеңес үкіметінің бір соңғы бір ауасын жұтып жүрген кездері шығар. Басқа ұлттың өкілдерін, басқа республиканың дикторларын шығара бастады. Соның ішінде біздің Рабиға апамыз шықты, жарқ ете қалды. Ол кезде бір 4 канал көрсетеді ғой. Газеттің журналистері келіп жатады, біздің үй өте қонақжай болды. Енді сол журналист болу менің арманым. Сосын шынында керек, бұл журналистермен достық әуелі 1-2 адамнан басталды. Мысалы, таза достық қарым-қатынас. Досыңның досымен таныстым, онымен дос болдым. Мысалы, сөйтіп менің журналистердің арасындағы достарым саны артты. Бұл бір менің қызметіме басқа байланыстыратын ештеңе жоқ. Өздігінен болып жатқан. Өздігінен. Есіңізде болса, Асеке, мен қызметсізде жатқан кезім болды. 1 жылдан астам уақыт мемлекеттік қызметті қойып, мен үйде жатқан кезім болды. Сол кезде менің көп достарым ішінде маған хабарласып, менің жағдайымды біліп тұрған азаматтардың көбісі журналистер болды. Ең болмағанда 4 жыл өлеңін арнап жіберіп, сіз керек азаматсыз, сізді біз әлде ат үстінен көреміз деген сондай. Мен сол өлеңдерді, мысалы, сондай бір серпін сөздерді журналистерден естідім. Сондықтан мен әрдайым жақсы қарым-қатынаста болуға тырысамын. Бұл жаңағы журналистің қызметі үшін, я менің қызметім үшін деген сөз емес. Мысалға, 2 жыл Ақтөбеден қол үзіп, орталық аппаратта жұмыс жасап келгенде де менің Астананың төрінде менің жаңа достарым пайда болды журналистердің арасында. Оқу ағарту министрлігінде біздің министріміз Ғани Бектайұлы, сол кезеңдегі басшым, менің жыл қорытындысын жасап, маған үздік спикер деген атақ берді. Министрліктің қабырғасында жүріп, ең көп интервью берген жан екенмін. Ол да сол интервью бере жүріп адаммен танысасың. Кейде жасыратын жоқ, баспасөз хатшысына шығып, маған жолдас Нұрланұлы керек деп сұрап отқан әріптестер болды да. Ол шында керек, бұл жақсы бір қарым-қатынастың қалыптасуы. Қазіргі мемлекеттік қызметкерге керек қасиет қой, коммуникацияны жақсы орната білу деген. Осындай бағыт тек қана. Жалпы енді қазіргі лауазымыңызда спорт, мәдениет, дін сияқты салаларды қамтисыз. Маңызды салалар деп айтайық. Жалпы облыстың дамуындағы. Енді қазір қандай жұмыстар жасалып жатыр деп сұрау енді ол абсурдтық нәрсе ғой. Бірақ енді өзіңіздің ойыңызша жалпы болашақта облыстың мәдениет деңгейі болсын, спорт деңгейі болсын, қай жаққа қарай бара жатыр,
көтеріліп келе жатыр ма? Жастарға облыс тұруға, өмір сүруге қолайлы ма? Болашақта жалпы Ақтөбе болса мегаполис болады деген сыбыстар бар. Оған қаншалықты дайын сол жағынан? Өзіңіздің ойыңыз қалай? Мен әр салаға қысқаша тоқталып кетейін, Данияр, рұқсат болса. Білімнен бастасам, енді бүгін білім туралы аз болған жоқ қой әңгіме. Жалпы жастардан бастайық. Кеше мемлекет басшысы өзінің жолдауында келесі жылды жалпы мына кәсіби жұмысшы мамандықтарын жылы деп айтты, байқадыңыздар ма? Жалпы техникалық кәсіптік білім беру саласына үлкен назар аударды. Мен сол жастарды көбінесе шында керек, бізде бір тренд болып кетті, мода болып кетті, жоғары білім алу деген. Енді маған айтады, сенің балаң жоғары білім алады, менің балам неге жоғары білім алмауы тиісті керек деп бір апам айтқан. Ол әрине алу керек, қай-қайсысында болса. Бірақ дегенмен қазір болашақта кәсіптің көзін меңгерсе, белгілі бір. Мысалы, қарапайым токар. Қазір осы Ақтөбені сіз іздеңізші. Мына 5 саусағыңыз жетпейді жақсы токарға, таба алмайсыз. Сол арада бір қазақтың жігіті тұрса, табысы да мол бар еді, отбасында бағар еді. Бұл енді жақсы көнерген мамандық дейік. Шын мәнінде келесі 5 саусаққа жететіндей осы Ақтөбеден бір жақсы IT саласының маманы 5-6 ғана шығар, ол да болмауы мүмкін. Егер жаңа заманауи білім алам десе. Міне осы бағытқа ұмтылатындай біз жастарды бағыттауымыз керек сияқты. Жастарды қолдауымыз керек. Әсіресе ауыл жастарын. Шындық керек, ауылда мектепті бітіріп, жұмыссыз жүрген, немесе басқа да жүрген жастарды біз тәрбиелеуіміз, жалпы өмірге бейімдеу, бағыт сілтеуіміз керек сияқты. Қолдау жасауымыз керек. Сосын әрине енді мына мәдениетпен, менің осы сала, мен жетекшілік ететін мәдениетке көп мәселе байланысты. Жалпы адам мәдениет деген өте жоғары ғой, Данияр. Егер сондай бір жоғары деңгейіне жеткізе алсақ, бізде қылмыс та болмас еді. Бізде, мен ойлаймын, көп қоғамның қарсы тұратын адамға жек көрінішті қасиеттерінің бәрінен адам арылуы мүмкін еді. Сол мәдениетті біз тек қана ән салып, би билеу, концерт қою деп түсініп жүрген сияқтымыз көп жағдайда. Олай емес. Жалпы мәдениет басқармасының қызметі осы өңіріміздегі әр адамға мәдениеттің бір ұрығын себу. Бар болса соны өсіру деп ойлаймын мен. Енді соған жете алсақ. Мысалға, менің бала кезімде әкем үйге көп әртістерді алып келетін еді. Ол кезде ауданды аралап, ауылдарды аралап, театрлар жүретін еді ғой. Қарап отырсаңыздар, әншілер, мысалы, мен есімде Нұрғали ағаның үйге келіп, Роза Бағланованың, мысалы, апамыздың, Бибігүл Төлегеннің біздің үйде болғаны, мысалы. Сол кісілердің қасында отырып әңгіме тыңдағаным ауыл баласы, мен ойлаймын, талай қиялымды белгілі бір өмірге жетіп жатсам, сол әкемнің үйдегі берген сондай бір азаматтармен араластыруының тәрбиесінің арқасы шығар деп ойлаймын. Спорт саласын енді қазір көп талқыланып жатқан тақырып қой, кешегі олимпиададан кейін. Бірақ енді аузымызды құр сүрте бермейік. Біз қазір инфраструктураны қалыптастырып қалдық облыста. Қазір әр ауылда бір фок көтеріліп жатыр, білесіздер. Көп жұмыс жасалып жатыр. Ойын алаңдары жасалып жатыр. Енді кезекте біз соларда қызмет жасайтын тренерлердің сапасын арттыруымыз керек. Кәсіби мамандар болу керек. Соларды дайындауымыз керек деп ойлаймын. Жалпы болашақта енді олимпиадалық бағыттағы, паралимпиадалық бағыттағы, ұлттық бағыттағы, осы 3 бағыттағы спортқа өңірдің бюджеті бөлінетін болады деп ойлаймын. Жағдай сан түрлі
спорттың түрі бар әрине, бірақ облыстық бюджеттен осы 3 түрін ғана қаржыландыруды біз қазір жоспарлап отырмыз. Әрине бұл талқылауға түседі. Мәслихаттың депутаттары бар. Жалпы қарай отырып, қаражат осы олимпиадалық түрлерге ауысатын болады деп ойлаймын. Енді бір қатар жоспар бар. Оны енді уақытымен осы бір жердің адамымыз өздеріңіз байқайсыздар деп ойлаймын. Өткенде Астанада қызметте болғаныңызда, енді Ақтөбеде бірнеше әкім ауысты, облыс әкімі. Сол соңғысы мына Асхат Берлешұлы келген кезде сізде бір ой болды ма, жылт еткен бір Ақтөбеге барып үлес қоссам деген, немесе Ақтөбеде мынандай істеу керек еді, әттең мынандай жұмыстар жүргізу керек еді деген ой болды ма, бір адами бір өзіңізде пендешілік ойлар болды ма? Болмады десем өтірік болар. Болып тұр ғой сол. Неге дейсіз ғой? Жасы ертерек елден кетіп қалмасаң, мен ойлаймын 20-25 жасқа дейін өңірден бір қазақтың елі болғанмен Астанада шындық керек, мен өзім Ақтөбеге деген сағыныш сол алғашқы күндерден болды. Енді қызмет барысымен Асхат Қанатұлы, жалпы үлкен Аймағамбетов Асхат Қанатұлы мені өзі қызметке шақыра отырып, маған бала құқықтарын қорғау саласында бір жауапты орынды ұсынды. Қызмет өте қызық, мен көрмеген, мен жүрмеген жол болды. Шындығы керек, әңгіме Астанада тұрғандығында емес, мен өмірімде жұмыс жасап көрмеген заңдармен, нормативтермен жұмыс жасауды үйрендім. Заңдардың қалай жазылуын, қарапайым қағидалардың қалай құрылатынын, мен қанша жыл мемлекеттік қызмет істесем де оны көрмеген едім. Отырып, ойланып, бір қатар заңнамаларды оқып, жазуға тура келді. Бұған маған тағы да қайталап айтайын, сол бұрынғы жүріп өткен тәжірибем. Мысалы, мен білім басқармасының кезінде қандай бұйрықтар бар, шала, жұмыс жасамайды. Соны сол арада түзетуге тура келді. Кешенді жоспарлар, үкіметпен бекітілетін қаулылар, міне осыны жасап, тіпті шындығын айтқанда парламентте өзіңнің апарған нормативті құқықтық актіңді қорғау және қорғай алып шығу, оны мәжілістің комитеттерінде, сенаттың комитеттерінде жұмыс жасау мен үшін үлкен тәжірибе болды, баға жетпес. Бірақ жаңа сіз айтқандай елге деген сағыныш, жалпы Ақтөбеге деген бәрібір маза бермейді. Мен сол кездегі менің құтқарушым осы әлеуметтік желілер болды. Ақтөбедегі барлық пабликке мен көбісіне тіркелгенмін. Елдің жаңалықтарын қарап отырамын. Жақсылық болса қуанып атасың. Кешегі су тасқыны болып жатқан кезде елмен бірге қамықтық, елмен бірге жағы ерікті болып, сол Астанадан жүк жинап жүрген сәттеріміз болды. 18-19 адам министрлікте жұмыс жасайды, ақтөбеліктер. Бір-бірімізге үлесіміз сол қосып, анау КамАЗдар тиеп, шама шарқымызша әрине жүрдік. Бірақ Ақтөбеге сол тағы да қайталап айтамын, сағыныш, елге келіп қызмет жасау менде мүмкіндік туса деген ой болған рас, оны жасырмаймын. Оның бір есесіне менің 70-тен асқан әке шешем бар. Оларға соңғы 2 жылда мен 2 рет қана келген шығармын. Ал Ақтөбеде тұрсам 2 айда құрғанда бір барып амандасып, анамның бетінен сүйіп, әкемнің қолын алып кету мүмкіндігі болатын еді. Ал Астанада ол мүмкіндік болған жоқ. Міне осындай сенім білдіріліп, елге шақырған кезде мен шын мәнінде қуандым. Күттім деп айта алмаймын, бірақ осындай шақыру түскен кезде, мүмкіндік берілген кезде мен оны қуана қарсы алдым. Енді білмеймін, біз осыған дейін ондай сұрақ ешкімге қоймадық. Сіз қазіргі жағдайыңызбен облыс әкімі туралы пікіріңізді сұраған бір түрлі шығар, бірақ сұрай берейінші. Асхат Берлешұлы туралы не ойлайсыз? Ол кісіге, мана мен басында айттым ғой, командасы әлсіз көрінеді, мықты жігіттер келсе екен деп. Оның өзіңіз келіп қалдыңыз. Енді сіздің көзіңізбен ол қалай мемлекеттік қызметкер этикасы тұрғысынан дұрыс емесін білмедім, бірақ дегенмен мен де Асхат Берлешұлын бұрыннан білемін.
қаланың әкімі кезінде қызметтес болдық. Бізді мына білім саласындағы қаланың тыныс-тіршілігіне байланысты мәселелермен тығыз араластық. Қарапайым мектептің құрылысына байланысты жер, басқа да Асхат Берулешұлы сол арамыздағы қызметтегі қарым-қатынас сол кезде басталған болар. Осы қызметке ұсынуы да сол кездегі болар, себебі мен ол кісі облыс әкімі болып келген кезде мен өңірде жоқ едім уже. Тұтас бір қызметіне баға беруге менің құқым жоқ. Дегенмен менің байқағаным күйіп піспейтін жан. Шынында керек, мен талай облыс әкімімен де бірқатар жұмыс жасадым. Орынсыз мазалау, белгілі бір тапсырма берілді ма, тиянақтап орындалуын сұрайды екен, өзің баяндайсың. Ал сенің тықпалап соңынан қалмай, жаңағы не істедің деп отырып, желкеңде отыру қасиет жоқ екен. Маған ұнағаны. Өзіңнің шығармашылық жалпы пен келу, кезілген сұрақты шешуге мүмкіндік береді екен. Болмайды деп кесіп тастау жоқ. Мен шынында керек. Менің салыстыратын оның алдындағы облыс әкімдері болды жұмыс жасаған мысалы. Бұл кісіде кезілген нәрсе салқын қандылықпен қарайды екен. Шындық керек. Өртеніп күйіп кете жазап жатқан кездерде де ол кісі сол сабырлықты сақтап, ал осы мәселеден шығу жолын ойластырып отыратын сияқты көрінді. Жаңа бір сұрақ қойып жіберейін деп. Жаңа подкаст алдында айтып қалдыңыз ғой, жалпы әлеуметтік желіні соңғы кездері жүргізбей жүрмін деп. Бірақ әлеуметтік желіңіз шолып шыққан кезде бір постты байқап қалдым. Онда жазыпсыз, меломанға барған кезде, кітап дүкендеріне барған кезде жастарды көп байқаймын. Кітап оқитын жастарды, бір топ жаспен суретін салыпсыз, филология факультетінің студенттері деп, бір-бірімен кітап алмасып жатыр, кітап оқитын жастар көп деп. Енді сұрайын дегенім, өзіңіз үшін бір оқыған маңызды кітаптар бар ма? Немесе бір өмір жолында өзіңізге бір көмектескен кітаптар деуге де болады. Қандай кітапты оқуға Кеңес бересіз деген сұрақ қой. көрермендерге мүмкін. Бізге де. Мен ауыл баласымын. Ауылда туып өстім. Шынында керек, бір орысы жоқ ауыл еді. Және мектепте де білмеймін, сол кезде педагог болмады ма, 6 класстан 11 классқа дейін орыс тілі оқытылған жоқ бізге. Шет тіл жүрді, оны да бір келістіріп алып кеттім деп айта алмаймын. Сондықтан мен тек қана өзімнің шөлімді тек қана қазақ әдебиетінен қандырған адаммын. Әкемнің өте, ата-анамның бай кітапханасы бар. Көзімді ашқаннан бастап сол кітапқа сусындап оқыдық. Мен осы арада бір кеңес айтқым келеді жалпы ата-аналарға. Жақында бір азамат балама Абай жолын алып бердім дейді. Сосын балаң қанша жаста? 4-ші класста. Сосын мен күлдім, баланы шошытып алмау керек. Жалпы кітап әлеміне баланы әкелген кезде аз мұздап, тамызып дейді ғой қазақ. Қызығушылығын ояту керек та. Менің әкем сондай еді. Көп кішкентай жұқа ертегі кітаптарды әкеле берді, оқи бердік. Сол ертегілерден бастадық. Жайлап. Мен есімде 7-ші класста болу керек. Әкем маған көшпенділерді әкеліп берді. Ол үйде де жоқ еді ол кезде. Сол трилогияны 3 кітапты көрген кезде менің әкем маған сене бастаған байқадым. Ал Абай жолын ол мен где-то 10-ші класста ғана келдім ау деймін. Мен сол қазақ әдебиетін оқимын. Кеше осы соңғы Даяғаш деген кітапты аяқтадым. Оның алдында Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз туралы кітапты мәдениет майданын оқып шықтым. Санжардың жазған кітабын. Себебі оны іздеп тауып оқығаным, сатып алып, менің қазіргі қызметіме жалпы. Ол кісі республиканың жалпы идеология саласының үлкен майталманы ғой. Қазақтың сүйіп.
сол өзбекәлі жәнібековті оқып шықтым. Ал жалпы сүйіп оқитын кітаптарым мен өте көп. Ал сабақ алу үшін, жалпы жігіт болу үшін Қабдештің Дәмежанындай болу керек деп оқимын. Тағдыр деген романы бар. Өте қиын тағдыр. Мойып кетпей, сынып кетпей жүру үшін. Поэзияда қадырды ғана мен қалған ақынды төмендеткім келмейді. Қадыр өте сондай менің жаныма жақын ақын. Енді қазақ әдебиетінің мен классиктерінің бәрінен сусындандым, бәрінен алғаным өте көп. Жастар, студенттер деп айтып қалып жатырмыз ғой. Бізде болашақпен оқып келеді ме деп екі сұрақ сонымен. Әрине. Иә, осы сонымен дөңгелесек. Соңғы жылдары болашақпен көп адам оқып келіп жатыр. Кезіндегі елбасшысының бір жақсы істерінің бірі шығар енді. Қазақ жастарын шетелге жіберді, көрсін, ой өзгерсін, санасы өзгерсін деп. Онымен өкінішке қарай келгендер көрінбейді жұмыс. Жұмысы да бір елге жалпы қалаға, өңірге бір қосып жатқан ешқандай несі байқалмайды да. Енді тек бір адам байқаймын, Ақтөбеде Лаура Қарабасова, жергілікті оқу орнының ректоры. Сіз енді облыста идеологияға, әлеумет жағына жауапты орынбасар ретінде сол үлкен оқу орнымен бір қоян-қолтық жұмыс істеп, ол кісінің ресурсын пайдаланып, керісінше ол кісіге өздеріңіздің ресурстарыңызды пайдалануға мүмкіндік беретіндей бір жайттар болмай ма? Әрине. Жұбанов университеті ол мен үшін қара шаңырақ, білімнің қара шаңырағы. Өзіңіз де сонда оқыдыңыз? Мен өзім сол университеттің 4 жыл тарих факультетінде оқып шықтым. Менің ұстаздарым сонда бір қатарымен әлі де араласып тұрамыз. Жалпы университет маған өте ыстық. Мен қателеспесем, осы бір айға жетпейтін уақытта мен университетте 4 рет болдым. Соның ішінде Лаура Чапайнмен кездестік. Мен бұрыннан да қарым-қатынасымыз бар. Себебі мен білім басқармасында жүрген кезде Лаура Чапайна келді қызметке. Араластығымыз бар. Бір қатар ойларымыз бар, жүзеге асып жатқан. Жалпы университет, бір ғана университет тұтас біздің өңіріміздің мәдениетіне ықпал ете алады, біліміне ықпал ете алады деп санаймын. Білім жүйесінде, жоғары білім жүйесінде трансформация. Трансформация жасауға толық мүмкіндігі бар, оны жасап та жатыр. Осы университеттің қабырғасынан шықтық қой. Су ішкен құдығымыз. Осы университеттің білімінің арқасында, мысалы, мен ойлаймын, қалған 30 жылға жуық уақыт нанымыз тауып жүрміз. Мен сияқты қанша адам нәпақасын тауып жүр осында алған, ұстаздардан алған білімді. Сондықтан жалпы университеттің тек қана студент дайындау ғана емес, енді мұғалім тәрбиелеуде ғана емес, жалпы қоғам тәрбиелеуде үлесі өте зор деп санаймын. Әр салаға ғылыми тұрғыдан қарауға Лаура Чапайна қазір өзінің бағыты бар, байқап отырмын, араласып отырамыз. Сосын Лаура Чапайнаның бойынан байқайтын тағы бір қасиет, ол өте таза адам. Тазалыққа қалыптастырды. Ол әуелден де біздің университеттің атына көп сын жоқ еді ол жағынан. Но дегенмен ой ниеті бұзық, бір қатар әріптестерден арылды деп естідім осы бір санаулы жылдардың ішінде. Ол кісінің шын мәніндегі сол шетелдік тәжірибенің де ықпалы бар деп ойлаймын. Лаура Чапайнамен біз жалпы университетпен, ондағы педагогтармен өзімнің құрған бір қатар жоспарларым бар. Ол кісілердің идеяларын бірге жүзеге асыратын боламыз. Оны не үшін сұрап отырмын? Бір облысқа жақсы адам келсе, біз де тілекшіміз ғой. Енді сынауында сынап жатырмыз, кейбір әріптестеріңізді. Бірақ бір іскер, шынымен бір ойы дұрыстау, түзеу адам келе жатса, жақсы көреміз, әйтеуір Ақтөбеде осы еңбегінің нәтижесі Ақтөбе көреді ғой деп. Енді соңғы сұрағым, мен сізге дейін бірнеше спикерімізге қойдық, Бердібек Машбекұлына қатысты. Манада бастап едіңіз, мен тоқтатып қойдым, запись кезінде айтыңызшы деп. Ол кісі біраз қыз-жігітті көтерді Ақтөбеде. Ешкім мән бермейтін, ішінде өзіңіз де барсыз, Бұлбұл Ораққызы бар, Ләззат Аманжол, кім тағы, Ербол Данағұловты мысалы қандай бір жаңағы қысымнан өткен жігіт қой мысалы. Соның
басқаша ойлармен басқа досьелер келіп жатты сол Бердібек Машбекұлының алдына. Соған қарамастан ол өзінің жаңағы түйсігімен өзінің чутьесімен сол біраз адам толқынды алып келді мемлекеттік қызметке. Олардың ешбір қазір жаман болып жатқан жоқ, жақсы қызметтерде барын салып қызмет етіп жатыр. Жалпы сол кісінің мектебінен өттіңіз ғой. Бердібек Машбек туралы өткен шақта айту өте қиын. Шынында керек, ол тұлға, үлкен тұлға. Мен азғантай уақыт осы елде істеген 4 жыл уақытында жанында болдым. Ол азаматтың тұрысында мен 3 қызмет атқарған екенмін. Аудан әкімінің орынбасары, дін істер басқармасы және Темір ауданының әкімі болды. Ол кісінің бір ғана талабы болады. Әуелі байқайды, қарайды, сенім білдіреді. 3 айға дейін мүмкіндік береді. 3 айда жетегіне ілесіп, айтқанын орындап, өзіңнің ойыңды, ол тек кісінің айтқанын орындап жүретін адам жек көреді. Өзіңдік ойың болмаса, соны жүзеге асыра алатын мүмкіндігің болмаса, немесе ұсына алатындай өз ойыңды. Қандай ойың бар, мынаны қалай жасаймын деп үнемі ақылдасатын еді ол кісі. Көп адамда жоқ қасиет қой ол. Мен айттым болды демейді. Сосын тағы бір мәселесі, ол кісі бір жақсы сөзі, ылғал жерді баспа дейтін. Егер ылғал жерді баспай жүрсең, сен азамат баратын жерің әлі алда дейді. Осындай сөзді айтатын еді. Тынымсыз кісі еді ғой. Өзіне де жанындағыларға да тыным бермейді. Ондағы талап, міндетіңді, уақытыңды есептеп береді. Және маған тағы бір қасиеті, маған жұққан қасиет ол. Осыған саған қанша уақыт керек деп сұрайды. Белгілі бір тапсырма берген кезде өзің айтасың, уақытын қоясың, шамаңды есептеп. Егер сен жақсатты көрінейін деп жылдам уақыт, тез уақытты айтып жатсаң, жолдас болған үлгермессің сен деп уақытын қойып береді. Бірақ уақытты созбайды. Сол айтқан межеде сіз оны орындауға тиіссіз. Әрине, жаңа айттым ғой, 100% жақсы адам болмайды. Адамның бойындағы жақсы қылықтары, жақсы қасиеттері көптеу болса, жамандағынан гөрі біз ол адамды жақсы дейміз. Мысалға, сіздің көзқарасыңызбен, менің көзқарасыммен қарағандағы жақсы адам, Данияр қараған кезде оның тұла бойында жамандау қасиеті, ұнамайтын қасиеті көптеу болуы мүмкін. Данияр жаман адам деуі мүмкін. Бердібек Машбек енді марқұм ғой. Кейде оқып қалып жатам, бүйткен адам, сөйткен адам деп. Жалпы қазақ о дүниеге келіп болған адам туралы тек қана жақсы айтады, немесе үндемейді ғой. Ал менің айтарым жалпы Бердібек Машбек тек жақсы, өзімнің түйгенім көп азамат. Ол кісі туралы тағы бір сағат отырып әңгімелесу керек. Бір идея келіп жатыр. Жолдас Нұралыға үлкен көп рахмет сізге. Уақыт бөліп, осындай аптаның ортасында, аптаның басында нағыз жұмыс қызып жататын кез ғой әкімдікте. Соған қарамастан келіп, телефоныңызды қарап отырмын. Вице-министр қоңырау шалып жатыр. Осы жерден тоқтатайық. Рахмет көп. Аман жүріңіз, қызметте сәттілік.